Бірінші кезекте балалар біз шамалардың өлшемдеріне назар аударамыз. Неге? Тәулік, сағат. Демек сағат сол күйінде қалады. Біз тәулікті сағатқа айналдырамыз. 3 тәулікте қанша сағат бар? 72 сағат. Демек 72-ден Демек 72 сағаттан азайтамыз 7 сағатты. Сонда 70 сағат деп жазамыз. Енді ары қарай тағы да өлшемдеріне қараймыз. Тәулік, сағат бізге қанша сағат болады деп тұр. Демек біз бірінші не істейміз? 2 тәулікті сағатқа айналдырамыз. 48. Шуламаймыз. Енді 48-ге 3-ті не істейміз? Демек 48-ге 3-ті қосамыз балалар, қараңдар. 51. Содан азайтамыз? 11. Азайтамыз 11-ді. 48 мен 3 51, азайтамыз 11-ді. 40 сағат. Демек 40 сағат. Енді ары қарай дәл сонда қараңдар. Сағат, минут. Демек біз бұл жерде кішкене логиканы да қоссақ болады. Қараңдар. 1 сағат 50 минут. Оның 1 сағатын алып тастасақ, әрине 50 минуттың өзі қалады. Дұрыс па? Жазып есептеу қажет пе екен? Жоқ. Қажет емес. Енді ары қарай шамаларын айтып жіберейікші келесіде. Метрде қанша метр болады деп тұр. 2 километр 15 метрден 115 метрді азайтқанда қанша метрге тең болады деп тұр. Өлшемдерді назар аударамыз. Демек біз бірінші 2 километр 15 метрді метрге айналдырамыз. 2015 жазамын, тоқтасық па? 2015-тен